Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге осы қызымның худиін жинайтын боламын. Худидің капюшон сабағы осы видеоның астында сілтемесін қалдырамын. Қалай тігу керек екен бұл осындай двусторонний капюшон және де осындай кенгуру қалтаның қалай тігілу жолын мен бөлек видеосын осы видеоның астына қалдырамын сілтемесін. Енді біз қалған бөлшектерін жинаймыз. Ең бірінші біз худиіміздің екі иық тігісін тігіп аламыз. Екі иығын оверлоктарыңыз болса, бірден оверлокпен екі жағын тігіп аласыздар. Одан кейін жеңін худидің иығын жинастырып болғаннан кейін сіздер оны бірден оверлокқа жүргізесіздер ғой, екі иығын. Мына жай көктеп қойғам. Одан кейін сіздер жеңіне кірісесіздер, мен жеңін аласыздар да осылай қойып ортасын белгілеп аласыздар. Жеңнің тура ортасын, сол ортасын мына ортасына келтіреміз, мына жерге головкасын. Содан кейін осылай жеңді құрастырып ине қадау арқылы бірден оверлокпен жүргізіп шығамыз. Екі жағында екі жеңін жүргізіп алғаннан кейін бізде тек қана қолтықтың астында бір-ақ тігісі тұтас жүргізетін боламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Жеңді міне осылай ашық бетінде қолтыққа инемен қадап алсаңыздар, одан кейін бірден тіге салу оңай болады. Мысалы, осы жерін тігіп алғаннан кейіннен осылай қолтығын біріктіріп болғаннан кейін, міне мен мысалы екінші жағын етіп қойдым. Міне осылай екінші жағын тігіп қойдым, иә. Қараңыздар, сонда осылай бір-ақ тігіспен жан тігісін және қолтығын бір-ақ тігесіздер. Көрдіңіздер ме? Жаңа мына жерін мысалы мен жалпағынан тігіп шықтым ғой, тұтасынан. Енді соны жаба саламыз, сонда жан тігісі мен жеңін осылай толығымен тігіле салады. Сонда бұл жерде манжет қана қалады. Қазір міне мына жағын ине қадақ қойдым. Міне осыны тік болғаннан кейін мен сіздерге түсіндіргендей мына жан тігісін осылай тіге саламыз. Сонда бізде киіміміз худидің үсті уже жиналып тұрады. Мына жерде екі жан тігісін, қолын бәрін тігіп алдым. Жан тігісін, екі жан тігісін, қолтығын бәрін тігіп алдым. Міне қолын қараңыздар. Енді бізге мына жерде манжет жасау керек. Ол үшін біз осында ені 12 сантиметр, ұзындығы мына қолдың айнала өлшемі, яғни білезіктің өлшемін өлшейтін мата сызып аламыз да, соны ортасынан осылай тігіп аламыз. Сосын бұны екі бүктегенде бізде осындай манжет болып шығады. Міне, мен мына жақ қолына көктеп қойдым, міне. Осылай көктейміз. Қазір оны тіккен кезде бізде осындай әдемі манжет болып пайда болады. Міне қараңыздар, манжетімізді тігіп алдым. Мынау жеңнің манжеті. Міне осылай тігіп алдым. Енді астыңғы бөліктің манжетін тігеміз. Ол үшін біз мына жерден астыңғы белді өлшейсіздер де, содан осылай кішкене аздау мата өлшеп аламыз. Бұның ені бізде 12 сантиметр. Ені 12, ұзындығы белдеріңізден кішкене аздау қылып аламыз да. Осы екеуін бұлай бір-біріне қосып, осылай екеуін бір-біріне қосып, матаны осылай ішкі бетіне қарап қойып алғаннан кейін екінші шетінен тігіс жүргіземіз. Міне жаңағы матамызды осылай ортасынан бүктеп алдық. Мына жерде жаңа тігіс жүргізген жеріміз бар, ортасынан қосқан. Енді осыны мына жерге осылай тігеміз. Худидің астына тартып отырып, созып, мынаған жеткізіп, бәріне сборка жасап тігеміз. Мына жерде енді біз капюшонымыз жалға қона қалды. Мына кофтамызды осылай төртке бөлеміз. Содан кейін міне осылай жалғаймыз. Мына артқы бөлігіне, қалған бөліктерін осы жерге бұлай айналдырып әкеп осылай жалғаймыз. Осы мойын ойындысына келтіріп, осыны төрт бөлігін жалғаймыз. Осылай мен қазір ине қадап көрсетем. Мойын ойындысына айналдыра осылай ине қадап алдым. Енді оверлокпен жүргізіп шығам.